Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Hürmetli de kadirmendi bауырлар, hürmetli ağayınlar, Allah Teala'nın үйіне hoş gelipsizler. Qadamlarыңыздан Allah Teala'm savaplardan жазсын. Жұма менен жұманың аралығындағы қате кемшіліктерімізді Allah Teala'ның өзі кешірсін. Баршамызға Allah Teala'м екі дүниенің жақсылықтарын нәсіп етсін. Hürmetli ağayın бауырлар, күллі сабақтарымызда айтып жүреміз. Мынау Құран аяттары болар Алланың сөзі. Пайғамбардың сөзі, болар міндетті түрде оқылған жерде Алланың берекеті менен, Алланың тыныштығы менен сол жерде отырғандарға бір рызық болады. Тамақ ішкенде денеңізге күш қуат алғаныңыз сияқты, бол рухымызға әрине міндетті түрде күш қуат болады. Ал егер де Құран аяттары оқылып, хадистер айтылып, біздерге әсер бермейтін болса, онда біз өзіміздің жүрегімізге қарауымыз керек екен. Мүмкін сол біздің жүрегіміз сол Құран аяттарды қабылдауға дайын болмай тұрған шығар. Айтайын дегенім, уағыз насихатта отырған кезде бұл жерде Алла Тағаланың сөзі Құран оқылады. Құран аяттарының мағынасы айтылады. Жай сөз емес, жай бір үлкен бір басшының сөзі емес. Бұл біз бен сізді Раббымыз жаратушымыз, күллі әлемдердің патшасы болған, және біздерге үнемі жақсылыққа шақыратын, жамандықтан тиятын, мейірімді де кешірімді болған Раббымыз жаратушымыздың сөзі. Сондықтан осы жерде жұмаға келген, біз бейшара бір құлдармыз, бірақ осы біз арқылы Аллаһтан нәсіп етіп тұр екен, осы Құран аяттарды сіздерге айтып түсіндіру. Сондықтан біз бейшара құлға қарамаңыз, оқылып жатқан аяттарға қараңыз. Оқылып жатқан аяттар мен хадистер, соларға қараңыз. Сондықтан жүрегіңізді дайындап, мен Алланың үйіне келдім, мен Алланың алдында тұрмын. Алла Тағала маған бүгін қандай насихат жеткізеді екен? Алла Тағаладан бүгін қандай маған пайғамбарымыздан хадистер келеді екен? Осы өмір сүріп жатқан осы өмірме соны қолданайын деген бір ниетпен отыруымыз керек. Бұлай жай намаз оқып кету ғана болмайды, құрметті ағайын бауырлар. Жай намаз оқып кетсек, соның сауабын ғана аламыз. Ал егер де біз ықыласпенен осы жерде бір нәрсе үйренемін, бір үйренгеннен кейін бала шағама үйретемін, достарыма үйретемін деген ниетпен отырсаңыз, Құдай қаласа Алла Тағала сіздің жүрегіңізде қондырады ол нәрсе. Сондықтан құрметті ағайын бауырлар, бүгінгі тақырыбымыз, құрметті бауырлар, осы отан жайлы болмақ. Отанымыз, тәуелсіздігіміз жайлы болмақ, құрметті ағайын бауырлар. Мынау біле білсек, Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде отан жайлы айтқан. Мынау пайғамбарлар егерде біздің көшбасшымыз болатын болса, пайғамбарлардан егерде біз өнеге алатын болсақ, пайғамбарлардың ішінде Алланың досы деген бір пайғамбар бар. Қайсы пайғамбар ол? Алланың досы деп аталған. Алла разы болсын. Ибрахим Халилуллах деген Алланың елшісі бар. Алланың досы деген дәрежеге жеткен пайғамбар бар. Мені сол кісінің өмірінен өнеге алайық. Сол кісі Құран кәрімнің көптеген жерінде, мынау Бақара сүресінде де, Нахл сүресінде де, Ибрахим деген Алла Тағала сүре түсірген сол сүрелерде де отаны үшін, өзінің қаласы үшін, елі үшін дұға жасаған екен. Құран кәрімде былай деп келеді. Солардың ішінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Бұның мағыналары қандай? Ең бірінші Алла Тағала біздерге айтады. Сендерге сұраған нығметтердің көбісінен біз сіздерге бердік дейді. Шын мәнінде ойлаңыз. Аллаға жалбырынған уақытыңыз болды ма?
әрине пенде болған соң болады ғой. Аллаға жалбарынып сұраған нәрсеміз болды ғой. Ол денсаулық болсын, ол баламыздың денсаулығы болсын, баламыз болсын, әке-шешеміз болсын, жұмысымыз болсын. Аллаға жалбарған уақытымыз болды ғой, дұрыс па? Алла Тағала айтып жатыр ғой. Сонда мен сендердің жалбарған дұғаларыңды қабыл етпедім ба дейді. Мен сендерге сол денсаулық сұрағанда денсаулық бермедім ба? Сол бала сұраған кезде сол баланы бермедім ба дейді Алла Тағала. Ва атакум мин кулли ма саалтуму, сұраған кезде мен бердім дейді Алла Тағала. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха, егер де Алланың нығметін санайтын болсаңыздар, оның соңына жете алмайсыңдар дейді. Нығмет деген өзі не? Нығмет деген нәрсе Алла тарапынан біздерге берілген барлық нәрсе. Денсаулық нығмет, көзіңіздің көріп атқан нығмет, мынау тамақ жеген кезде дәмді сезіп атқан, ол да нығмет. Әдемі қылып сізді жаратқан, хайуан етіп жаратпаған, ол да нығмет. Адам қылып жаратқан, мұсылман етіп жаратқан. Ойлай беріңіз, күнді шығарып сізге жерден өнімді шығарып атқан, ол нығмет емес немене? Күннің жарығы болмайтын болса, жерден еш нәрсе өспейді. Айды шығарып, сол жейтін нәрсеңізге дәм беріп атқан, ол нығмет емес немене? Осы жеп атқан нәрсеміздің барлық дәмділігі сол айдың жарығынан болады екен, құрметті бауырлар. Міне көріңізші, мынау парникте өскен нәрсе, жаңағы жеміспенен жай жаңағы неге өскен айырмашылығы бар дәмінің. Неге? Өйткені ол табиғи жаңағы немен жолмен өскеннен кейін дәмді болады. Оны санай беретін болсаңыз нығметтер өте көп. Солардың ішінде мынау отан, ел, соның тыныштығы ең үлкен нығметтерде. Сонда енді қараңызшы, Ибрахим пайғамбар Алла Тағаладан тілек тілеп отыр. Әл-дуа мұхыл ибада. Дұға құлшылық ибадаттың негізі болады. Ибрахим болған біздің, яғни пайғамбарлардың атасы, Алланың досы, Алладан сұрап жатыр. Көз алдыңызға елестеңіз. Ибрахим пайғамбар сұрап жатыр. Білесіздер ма? Ең бірінші, ол жерде көп нәрсені Ибрахим пайғамбар сұрайды. Көп нәрсені сұрайды. Соның ішінде ұрпағымның намаздарын толық оқуын нәсіп ете көр. Ол нәрсені де сұрайды. Мынау ел халқым пұттарға емес, Алладан басқа нәрсеге емес, өзіне табынатындардан ете көр. Оны да сұрайды. Бірақ солардың ішіндегі рызықты да сұрайды. Ең әуелі сұрағаны Рабби джал хазал балада амина. Алла Тағалам, мынау қаланы амина, яғни тыныш ете көр. Дүние, біз сұраймыз, мысалы, дүниең көп болсын, бала-шағаң профессор, ғалым болсын, жаңағыдай денсаулығың мықты болсын, қандай ізгі тілектер көп қой. Бірақ ең ізгісі, ең жақсы мынау құлшылық ғибадат, дінің үшін де. Тыныштық болмаса дініңді де ұстай алмайсың ғой шын. Тыныштық заман болмаса былай жинай алмаймыз ғой мешітке. Міне сондықтан Ибрахим пайғамбардың өміріне өнеге бар, біздерге үйретіп жатыр ол кісі. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз осының мән мағынасын түсінгеннен кейін болса керек, олар қолын жайып, міне бүгінгі аталарымыз да сондай ғой. Алла Тағала ел халқымыздың амандығы мен тыныштығын бергесін деп. Солай емес пе аталар? Деп дұға тілейді. Демек, Ибрахим пайғамбар міне қараңызшы. Рабби джал хазал балада аминан. Мынау елді, мынау қаланы тыныш ете көр, бейбіт ете көр. Өйткені тыныштықтың, бейбітшіліктің арқасында құлшылық ғибадаттың дәмін сеземіз. Осы жерде құлшылық қалай жасаймыз? Ана жерде бір жер тонып жатса, ана жерде бір жер жарылып жатса, бала шағаңыз аманшылықта болмайтын болса, уайым, қайғы, құлшылық ғибадатты да дұрыс орындай алмаймыз, құрметті ағайын бауырлар. Сондықтан бұл тыныштық деген нығметін қадіріне жетіп, ар қайсымыз міне бүгіннен бастап дұғамыздың ең басында Алла Тағала мынау қаламды, мынау елімді аман ете көр, мынау мұсылмандарды аман ете көр, аманшылықта бейбітшілікті сұрауымыз керек екен, құрметті ағайын бауырлар. Өзіміз аман болып,
Қасымыздағы басқа бір мұсылман бауырлар да тыныш болмайтын болса да, онда ол кезде де біз тыныш болмаймыз ғой. Өйткені біз анау хадистерде айтылғандай, мұсылман деген бір дене іспеттес дейді, бір денеміз. Кім болмасын, мұсылман ба бол, өзбек болсын, қазақ болсын, татар болсын, неміс болсын, кім болмасын, араб болсын, мұсылман ба? Барлығымыз бір денеміз. Бір дене іспеттес дейді. Егер де сол денеңіздің бір жері ауыратын болса, тісіңіз ауырды, басқа денеңіздің жаңағы жайбарақат жата ма? Бір ғана тісіңіз ауырғанда, денеңіздің барлық жері не істейді? Жайбарақат болмайды. Сол сияқты бір мұсылман елінде, бір мемлекетте егерде мұсылмандарда тыныштық болмайтын болса, бізде жайбарақат болмайды екенбіз. Сондықтан ел халықтың барлық осы мұсылмандардың тыныштығында сұрауымыз керек екен, құрметті ағайын бауырлар. Міне содан кейін Ибрахим пайғамбар ары қарай не дейді? Ол кісі өзі пайғамбар болса да, мені және менің балдарымды, енді бұл жаңағыдай халық, жұрт, біз де сол пайғамбардың балдары болып есептелеміз. Неге дегенде, өйткені пайғамбарлар бір аталарымыз сияқты. Шын мәнінде біз бір атадан таралдық қой. Ең жаңағы бірінші пайғамбар Адам алейхиссалам. Дұрыс па? Содан кейін пайғамбарлар келді. Міне ол кісі сұрап жатыр. Мені және ұрпағымды өзіне сыйынатын, бір Құдайға сыйынатын, бір Аллаға табынатын дерден етіп, пұттарға табынатындардан ете көрме. Пұт деген нәрсе, мысалы, қазіргі заманда пұттар болмайтын шығар енді. Бірақ кейбір адамдар бар, Алланы қойып, басқа бір нәрсеге не істейді? Табынады. Ол пұттан ешқандай айырмашылық жоқ. Бауырым, Алладан қорқсай, жоқ, ұят болады ғой. Жаңағы арақ шарап қойған кезде құдалардан ұят болады. Баламның жаңағы сыныптастарынан ұят болады. Сондан қойым керек. Мен қалай қоймаймын деп, мысалы. Көрдіңіз ба? Алла айтып жатыр, қойма ол нәрсені, ол дұрыс емес. Алла тыйым салып жатыр, бірақ иә дейді, жаңағы өзінің несін тілегін істей бер. Сондықтан ол жаңағы пұттарға табыну деген нәрсе, ол бары бір пұтты істеп табыну ғана емес, бәлкім Алланы қойып, басқа біреуден қорқатын болса, ол да пұттан не айырмашылығы бар. Сондықтан Алладан ғана жаңа қорқып, Алладан қорқуым, Алланы айтқанын істеуіміз керек екен. Мен сол ары қарай аяттың жалғастарында Ибрахим пайғамбар тілейді. Осы отбасының тыныш болуын, одан кейін ұрпағының барлығын жаңағы намазда берік болуын, сондай көптеген рызықтары молынан болуын, көптеген осындай дұғаларды жасайды. Міне құрметті ағайын бауырлар, сондықтан елдің тыныштығы бұл өте маңызды нәрсе. Тіптен кейбір имамдар, имам дегенде үлкен ғалымдар, денсаулықтан қарағанда мынау тыныштық бірінші орында тұрады дейді. Денсаулықтан қарағанда тыныштық бірінші орында тұрады дейді. Мынау имам Рази деген өте бір ақыл иесі болған, өте бір данышпан, Құранның тәфсірін жазған имам Рази тәфсірі бар Құрандан. Сол кісі мынандай сөзі бар. Бұған дәлел дейді. Егер де бір қойдың аяғы сынса дейді. Бір қойдың несі сынса, аяғы немесе қолы сынса, оны шөпке жіберсең, жей береді дейді да. Аяғы сынғанмен байлап қойсаң, жей береді жаңағына. Шөпті жеп семіріп жүре береді. Ал егер де бір қойды бір қасқырдың жанында байлап қоятын болсаң дейді, ештеңе жемей, уайымнан жаңағыда не істейді? Өліп қалады мысалы. Уайымнан да ананы қорқып қасқырдан. Жан-жағымыздағы қасқырлар жоқ болсын, болмасын. Соны тілеге Алладан. Күш деген нәрсе ол әрине бірлікте ғой. Сондықтан біз мықты болуымыз үшін біз бірлікте болуымыз керек, бөлінбеуіміз керек. Сен анау, сен мынау деп, жаңағыдай, мен мықтымын, сен қай неден шықтың, мен біздікілер мықты деп, жаңағы, ата-бабалар мен әрине мақтанамыз, бірақ біз не істей алдық? Біз бірлікті сақтауымыз керек. Бұны біз ғана айтпаймыз, оны Алла Тағала өзі айтады. Алла Тағала айтады, егер де бөлінетін болсаңыздар, онда сендердің күштерің кетіп қалады дейді.
Әрине, бір үйдің өзінде егерде бөлінетін болса, күш кетіп қалады ғой. Біреу ана жаққа, біреу мына жаққа. Сондан бір елдің балдары, бәрін бір мұсылмандар бәріміз бірігіп, бір жақтан жаңағы осы ел халықтың жаңағы тыныштығында қызмет етуіміз керек екен. Енді құрметті ағайын бауырлар, Алла Тағала уақыттың берекетін берсін. Мынау біз адам болғаннан кейін, ең бірінші кімнің алдында ақымыз бар? Сұрақ. Адамбыз, кімнің алдында ақымыз бар? Кім айтады? Ол да бар. Тағы? Кімнің алдында? Алланың алдында. Үмбеттің, мұсылмандардың алдында. Тағы кімнің алдында міндеттеріміз бар? Отан алдында. Айтып жатырмыз, дұрыс айтып жатырмыз. Одан кейін? Әйел бала шағаң дұрыс, қорқпай айта бер. Дұрыс қой олда. Айта бер, әйел бала шағаң аманат қой. Дұрыс па? Пайғамбардың алдында, Құранның алдында біздің нелеріміз бар? Міндеттеріміз бар. Алланың алдындағы міндеттеріміз, яғни сіз сол Алла Тағаланы ең бірінші тануыңыз керек. Ол бірінші міндет. Демек, Алланың алдындағы бірінші міндетіңіз, Алла Тағала Құранда не деп айтады? Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Біліп алыңыздар, Алладан басқа тәңір жоқ. Алладан басқа илах жоқ. Демек, сіздің ең бірінші міндетіңіз, мысалы, сіздің алдыңызға бір бауырыңыз келді, мысалы, намазды білмейді, оразаны білмейді. Сонда сіз неден бастайсыз? Ораза басталып жатыр, ораза ұста. Қажылыққа бар тез-тез, қажылыққа баруың керек. Намаз оқуың керек. Дұрыс, ол нәрселерді орындау керек. Бірақ ең бірінші ол адамға сіз Алланы танытыңыз. Бірінші Алланы тануға міндетіміз. Өйткені сол намазды, оразаны, қажылықты кім үшін істеп отырмыз? Алла үшін істемесең, ол жай нәрсе болады ғой. Егер сен Алланы танымасаң, мүмкін сен адамдар мынау жаңағыдай намазхан екен, жақсы адам екен деп жаңағыдай. Немесе сен жұмысым жүріп кетсін деп жөтір ғой бары. Намаз оқысан жұмысың жүріп кетеді екен, намаз оқу керек. Жұмысың жүрмей қалды, не істейсің енді? Тастайсың ба намазды? Сонда істеп жатқандар да бар ғой. Жұмысы жүру үшін, енді Алланың сынағы ғой. Сынақ ол жұмыс жүрмей кетіп, намаз тастау керек па енді? Жоқ, демек, ең бірінші Алланы таныту керек. Не істесең де сен Алла үшін істейсің. Ол сенің жұмысың жүріп кете ма? Әлде жаңағыдай банкрот боласың ба? Ол сен Алла үшін істеуің керек құлшылықты. Ол Алланың пендесі болғаннан кейін бұл өмірде сынақтар болады. Сондықтан сол сынақтарда шыдауың керек деп, өмірдің мәнін ең бірінші Алла Тағаланы танытуымыз керек екен. Содан кейін барып ол құл, Құдай Алласы Алланы танығаннан кейін құлшылық ғибадатқа келсе, ол иншалла жақсы болады. Мені Алланың алдағы міндетіміз ол Алланы танып, соған құлшылық жасауымыз. Екінші міндетіміз ол пайғамбардың алдында міндетіміз. Яғни Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіні танып, біліп, өмір баяны жоқ дегенде бір жылда бір рет біз оқып шығуымыз керек екен. Оқып шығуға уақытыңыз жоқ па? Машинаңызда, үйіңізде уағыздар Аллаға шүкір қазір жетеді. Соларды қойып, пайғамбарыңыз жайлы, өмірі жайлы білуіңіз міндеттісіз. Ол міндет. Одан кейін Құранның алдында міндеттеріміз бар. Мінекей Аллаға шүкір мешітімізде Құрандар, Құранға түскенге дейінгі жаңағы кітаптар барлығы Аллаға шүкір бар. Өзіңіз уақытыңыз жоқ па? Балаңызды беріңіз, небереңізді беріңіз. Әйтеуір осы Құранның алдында бір бұрышың міндетіңізді атқарыңыз. Оқуға шамаңыз келмесе, оқып жүрген сол адамдарға көмектесіңіз. Осы Құранға дейін кішкене мен өлесім болсын деп, Құранға бір өлес қосыңыз. Мені Құран алдындағы сіздің міндетіңіз. Одан кейін не дедік? Отбасыңыздың алдындағы міндетіңіз. Сіз әрбір ер кісі, әрбір үйдің жаңағы иесі, отағасы өзінің жаңағы жұбайына, бала шағасына жауапты. Міне солар. Отан негізі сол үйден басталады ғой негізі. Әр қайсымыз дұрыс тәрбие беріп, дұрыс бала шағамыз өсірсек, сол менен жаңағы үйден ауыл, ауылдан жаңағыдай аудан, аудандан қала, қаладан жаңағы ел құралады ғой. Демек, әр қайсымыз отбасымыздың алдында міндеттеріміз бар екен. Одан кейін, құрметті бауырлар, мінекей өзіміздің жаңағы отанымыздың да, еліміздің да алдында, халықтың, мұсылмандардың алдында да біздің нелеріміз бар екен, жауапкершіліктеріміз бар екен. Яғни әрбір перзент, әрбір
өсіп жатқан азамат қалай болса дипломды алайын деген емес. Қай жағынан осы ел халқыма мен атсалыса аламын, қалай дамыта аламын, қалай осы ел халқыма жақсылық жасай аламын деген ниетпенен өз мамандығын тамамдап оқу керек. Тек қана жаңағыдай диплом үшін болатын болса, оны сатып та алып жатыр, ала береді. Бірақ олай емес, бәлкім жаңағыдай елдің, отанның, мұсылмандардың алдындағы міндетін дұрыс атқарайын деп, сол қандай мамандық болмасын, соны дұрыс, жақсы оқыпты қылып оқуымыз керек екен. Мінекей сондықтан құрметті ағайын бауырлар, Алла тағалам баршамыздан разы болсын, екі дүниенің жақсылығын берсін, ел халқымызға тыныштық, амандық, берекет берсін, ел халқымыздың батасын тілеп жүрген аталарымыз аман болсын, кейінгі буын, аға буын сол осы кен байтақ жерді аман есен келер мынау жастарға жеткізуді Алла тағала нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар.